Assalamu alaikum қыздар. Бүгін біз осындай ең қарапайым распашонка, яғни ит көйлектің лекаласын сызып үйренетін боламыз, және де оны басқаша түрлеріне модельдейтін боламыз. Бұл жай әшейін өте қарапайым, алды бір-бірімен айқаспайтын осындай ғана распашонка, және қысқа. Және де қолдары ашық, ешқандай қолғап ешнәрсесі жоқ. Онда бисмиллах. Шебер Перизат каналына қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Шебер Перизат. Егер каналыма әлі тіркелмеген болсаңыздар, каналыма тіркеліп алыңыздар. Ең алдымен қағаздың шетіне шамамен 10 сантиметрдей қалдырамыз. Қазір түсіндіремін оның не үшін керек екендігін. Және жоғарыдан төмен қарай түзу сызық сызып аламыз. Және жанына қарай, оңға қарай да осындай екі түзу сызық сызып аламыз. Мына екі сызықтың қосылған жерін А нүктесі деп белгілейміз. Енді осы А нүктесінен оң жаққа қарай 11 сантиметр. Мен қазір екі түрлі өлшем айтып отыратын боламын. Бірінші өлшем ол енді жаңа туылған сәбиге, яғни 0 деп белгілейік. Енді туылған сәбиге, ал екінші өлшем ол 3 айлық балаға арналған болады. 11 сантиметр бұл енді туылған сәбиге, ал 13 сантиметр 3 айлық сәбиге. 11 сантиметр мінекей. 11, 13. Бұны Б деп белгілейміз. Б нүктесі деп. Және де А нүктесінен төмен қарай 22, 25. Бірінші өлшем, тағы да айта кетейін, ол жаңа туылған сәбиге арналған өлшем. 22, 25. 25 ол 3 айлық балаға. 11 сантиметр өлшейміз. Және де осы сызықтарды қосамыз. Мінекей бізде ең алғашқы 4 бұрышымыз дайын болды. Мынаны В деп белгілеп қойсақ болады. А нүктесінен енді оңға қарай 17-19 сантиметр белгілейміз. Так, және де ол нүктені Д деп белгілеп қоямыз. Яғни А, Д нүктелері 17-19 сантиметр. Осы Д нүктесінен төмен қарай 9-11 сантиметр өлшейміз. Біз бірінші жерін өлшеп алайық. Д нүктесінен төмен қарай 9 сантиметр өлшейміз. Мінекей бізде үлкен 4 бұрыш және де кішкентай 4 бұрыштарымыз дайын болды. Енді бізге А нүктесінен оңға қарай 5 сантиметр сызамыз. Өлшейміз нүкте. Және де 5 сантиметр. К деп белгілейміз. Және де А нүктесінен төмен қарай 2-3 сантиметр түсіреміз. Оны L деп белгілейік. Және де осы нүктелерді енді плавно қосамыз. Бұл бізде мойын болады.
Және де мына жерде мынаны былай жең қылып бұл біздегі ең алғашқы, ең қарапайым мындай распашонка. Егер қаласаңыздар, дәл осындай етіп, мына иық сызығын бүтіндей алуға болады, ізгиб етіп. Ал қаласаңыздар, тігіс түсіруге болады. Бұл біздегі ең қарапайым, ең жеңі қысқа распашонканың түрі. Ит көйлектің, енді осы ит көйлектің біз жеңі ұзын түрін сызатын боламыз. Ол үшін А нүктесінен оңға қарай тағы да созамыз. 27-30 сантиметр. 27 сантиметр ала берейік. Және де бұны N нүктесі деп белгілейміз. Осы жерден төмен қарай былай. Доғал сызықпен келтіруге болады. Мінекей бізде жеңі ұзын және де қолының басы жабық. Осындай ит көйлектің түрі шықты. Егер де сіздер қаласаңыздар, ит көйлектің қолын ашып, кейде жауып қоятындай болғанын қаласаңыздар, осыны Н нүктесінен солға қарай 7 сантиметр шамада өлшеп алып, қиып тастасаңыздар болады. Бұл енді бізде қолы ашық жабық болады. Енді егерде ит көйлектердің кейде алды былай бір-біріне айқасып тұрған болады. Егер алдының осылай айқасып тұрғанын қаласаңыздар, қаншаға айқасқанын қалайсыздар? Кейбір ит көйлектер мынандай жанына дейін, екінші жанына дейін келіп тұрады. Ал кейбіреулер жай ғана осылай 3-4 сантиметр ғана айқасып тұрған болады. Соны өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша сызып аласыздар. Мысалы, көйлегіміздің алды бізге мына жанына дейін 9 сантиметрге дейін айқасқанын қалайтын болсам, мен мына ортадағы негізгі сызықтан солға қарай 9 сантиметр өлшеймін. Мына жақта біз не үшін 10 сантиметрде қалдырғанымыздың себебі осы. Мінекей. Мына шетін енді кішкене мынандай доғалдау етіп алып жүрсек болады. Және де мына шетінде осылай дөңгелетіп кішкене сызып жіберуге болады. Бұл бізде алды. Ал арты әдеттегідей мына жерде ізгип болады. Осы күйінше ала бересіздер. Алдын былай айқасатын болғанда өзгертуге болады. Және де бізде тағы да басқа түрлері бар. Ол үшін мысалы кейде шамалы кішкене төмендеу түскен қаласаңыздар, осы мойнынан бастап, осы тұстардан бастап
осылай да модельдеуге болады. Және де жеңін кішкене былай төмен қарай түсіп тұрған қаласаңыздар, иықтан жоғарыдан төмен қарай 1 см түсіріп осылай белгілеп аламыз. Осылай да алуға болады. Ал енді осыны көрсетейік. Лекаламызды дайындаған кезде, пішетін кезімізде, бізде арқа бой болады. Арқа бойда мына жерде ізгип болады. Және де мынау алдыңғы бойы. Мінекей, мына жерде екеуі, екі жағы бір-бірімен айқасып түседі. Бұдан бізге бір деталь керек болады, ал мынадан айқасқан түрде болу керек. Бұл арқа, мынау алдыңғы бойы. Және де жаңағыдай мынау қолы. Қолың мына жер ашық болған қаласаңыздар, осындай етіп қиып тігсеңіздер болады. Және де матқа қиған кезімізде бұл екеуі бір-біріне былай приктик болып, былай болып тұрмау керек. Кішкене айқасып, асты кіріп 1 см-де жең жағы үстінде тұрғаны дұрыс болады осылай. Бұл бірінші түрі, ал мынандай болып түсетін. Және де екінші түрі мынандай алып алсаңыздар да болады. Мына жерден айқасады. Жеңін қаласаңыздар ашық етіп алуға болады. Қаласаңыздар бүтіндей жабық етіп тігуге болады. Баршаларыңызға пайдалы болды деген ойдамын. Алла баршамыздың білімдерімізді арттырсын. Каналыма әлі тіркелмеген болсаңыздар, жазылып алуды ұмытпаңыздар. Және де аяғы ауыр, осы видео пайдалы болады деген барша құрбыларыңызға осы видеоны таратуларыңызға рұқсат. Келесі видеоларда кездескенше сау болыңыздар.